үлкен кең даласы деп есептейтін, білмейтінбіз істеп деген ел қажет еді. Кейін Илинка деген ел болды, қазір Керейт ауылы неге өсіп өніп, мынандай жаңа мектеп салынып, үлкен азаматтар шығып жатыр. Соның бірі неге біздің әріптесіміз, осы елдің тумасы, бүгінгі күннің батыры деп атауға болады, Тоғысбаев Алмас Мақсатұлы. Мынау өмірдің тәркегіне ұшырап, қазір арамызда жоқ, бірақ ата-бабаларымыз айтқандай, ер жігіт өлгенмен оның істеген істері еш уақытта өлмейді. Оның істеген жұмыстары, жақсылықтары, ерліктері мәңгі мұра жолдастарының, ауылдастарының, ағайын туысқандарының, елдің, жұртының есінде болады деп айтқан. Сондықтан біз Алмасты бірге қызметтес болып, спорт десе ішкен асын жерге қоятын. Оның бастауымен, басқаруымен мектептің оқушылары аудандық, облыстық, республикалық жарыстарда үлкен нәтижелі болып, мына волейбол ойыны, футбол ойыны, барлық спорттың түрінен денсаулық пән мұғалімі лайық білімі де, білікті де азамат еді. Сонымен қатар Арыс ауылдық округ клубына еске алу кеші өтіп, Түлкібас ауданы әкімі аппаратының басшысы Фархат Тастайбекұлы, аудан әкімі Нұржан Ізтілеуовтің алғыс хатымен осы шараның ұйымдастыруына мұрындық болған Ерғали Рузумұлы мен Бақтияр Сейдаханұлын арнайы марапаттады. Бұл кеште аудандық мәдениет үйінің бір топ өнер майталмандары өз өнерлерін ортаға салып, жан тебірентерлік қойылымдармен, арнайы бейнероликтермен жиылған жұрттың жүрегіне жылу сыйлады. Біз бүгінгі бейбіт тірлігіміз үшін Қазақстан деп аталатын республиканың жер бетіндегі барлығы үшін тарихты әр тұсында осы елде, осы жерде қорғаған қайсар жандардың аруағының алдында қашанда қарыздармыз. Мемлекет басшысының осы бір өрелі ойы тәуелсіздік жолында құрбан болған бабаларымыздың арман үмітін ақтағандай. Иә, олар ел басына күн туғанын естігімен, етігімен қан кешті. Сондықтан болар ерлік елге мұра. Сол мұраны қадірлеп, тарихын танымаған жан текті ұрпақ болып жармайды. Отан үшін отқа түс. Халқымыздың мызғымас бірлігі мен ауыр сыннан абыроймен өтіп, даңқты әкелеріміз бен аналарымыз қаһармандықпен қайтпас қайсарлықты шынайы үлгісін көрсеткен биік рухы мен жалынды жігерлерін еселі еңбегі салтанатты қорған күні. Құрметті ардагер ағалар, сіздерді туған өлкеміздің игілігі мен адал еңбектеріңіз, даналық өмірлеріңіз және белсенді азаматтық ұстағандарыңыз үшін мұнда бір алғыс. Себебі бүгін таңда жарқын болашаққа қарай батыл қадамдап келе жатқан тәуелсіз Қазақстанның іргетасы сіздермен бірге қаланған. Қымбатты жерлестер, біз қазақ елінің мұрагерлері адамзат тарихында бұрын соңды болмаған сорақы соғыста отан үшін, бейбіт өмір үшін от кешкен сіздердің өшпес ерліктеріңізді мәңгілік есте сақтап қаламыз. Есте кетпейтін, мына жас ұрпаққа үлгі болатын үлкен керемет іс-шараның куәгері болып отырмын. Біріншіден, Алмас бауырының ата-анасына бас иіп тағзым еткім келеді. Жатқан жерлері жаннатта болсын. Осындай азаматты өмірге келіп, осындай азаматпен міне біздің Түлкібас ауданы қуанып отқан жағдайымыз бар. Екінші, осы ауылдың ұстаздары Ореке Оразбек көке сіз бастаған ұстаздар мен апай мен ағайларға мың алғысымды білдіргім келеді. Себебі дүниеге келу бар да тәрбие алу ол мектеп қабырғасынан басталады. Осындай керемет азаматтар мен азаматшыларды тәрбиелеп отқан сіздерге мың алғыс. Үшінші, мынау жан-жақтан біздің киелі Түлкібас ауданымызға республиканың түкпір-түкпірінен келіп, майдандас, қарулас жауынгерлерін, достарын еске алып, біліп тұрмын, жүректеріңіз қанжылап отыр. Еркек болғаннан кейін жастарыңызды көрсетпей отырсыздар, бірақ қасында жүрген қаруласты естен шығару ол мүмкін емес. Дәл бүгін сіздер жиналып, оған мұрындық болған Ереке, сізге рахмет. Бақтияр, сізге рахмет. Себебі оның бәрін ұйымдастыратын бір азаматтар болу керек, басшы болу керек. Сіздерге де мынау Түлкібас ауданының атынан, 120 мың халықтың атынан
сіздерге де мың алғыс. Енді ерекенде біздің Түркістанның тумасы Мақтаралдың азаматы екен. Ал енді Бақтияр, бұл мынау ауыл аралас, қойға аралас, Балықтының азаматы. Міне бүгінгі іс-шара мына жастарға деген патриоттық тәлім тәрбие деп өз басым солай түсінемін.